Ассаламуалейкум, қайырлы күн достар. Мемлекеттік сатып алу порталында сіздер планға салып көптеген хабарламалар ойнаттыңыздар. Және де кейбір хабарламаларды 2 рет ойнатып ешкім ұтқан жоқ, оны прямой отырдыңыздар. Кейбір планға салған заттарды оны өзгертіп, изменить етіп басқа тауарға ауыстырдыңыздар. Сондайлар шатаспас үшін дәл осындай Excelге свод жасауды кеңес беремін. Ең бірінші қарасаңыздар, 151 специфика бойынша газ және ақбұлақ және электр энергия светті біздер алдын ала үшеуін бөлек қойдық. Және бұл отырған пландағы безендес сумма, яғни госзакупты ашқан кезде сізде бірінші безендес сумма көрінеді, қасында ндс суммасы көрінеді. Бұл жасау себебі сіздерге бір заданиялар келуі мүмкін. Сол кезде ндс қанша немесе қанша суммаға отырдыңыздар деген заданиялар келіп жатса, бұл таптырмас құрал болып табылады. Және де сіздерде ең бірінші 151 специфика бойынша мысалға 14 миллион 132 мың теңге бөлген болса, бізде қазіргі таңда келісімшартқа отырдық 13 миллион 978 мың 664 теңге. Яғни 153 мың 336 теңге экономия болып тұр. Бұл мүмкін жылдың соңына дейін мүмкін светтен уменьшение болуы мүмкін, ал судан увеличение болуы мүмкін. Әлі нақты белгісіз, бұл сумманы ешқандай асырмаймыз. Ал 152 бойынша біздер интернет пен телефонға отырдық. Ең басында 158-де ойнаттық. Онымен ол казначейден өтпей қалғандықтан 152 спецификаға вертикальный ауыстырдық. Вертикальный передвижка жасап, екеуін қосқанда сол сумма бізде 1 936 мың, дәл сол 1 936 мыңға доғырға отырдық. Қарасаңыздар, екі сумма қосылып тұр ндс пен. Дәл осылай 163-тен біздер питание, сыртқы лагерлерді жобасын салып қойдық әзірге. Содан кейін бізге керек тауарлар 149 бойынша бізде көп тауарлар 414 пен кетуі мүмкін, кейбір тауарлар 149 мен кетеді. Мысалға сіздер 149 мен ойнатасыздар, ол 149 өтпей қалса 414-ке изменение ЕБК деп өзгерттіңіздер. Сондай кезде қай спецификадан қандай ақша қалғаны шатаспас үшін дәл осылай жазып қоясыздар. Мен өзім осылай жазып қоямын. Мысалға біздер ойнаттық, датчик релені 48 мың теңгеге ұтып алып, ол поставщик ндс плательщик емес, сол сектен 48 мың не жасасқан договордың нөмірі және мына жерге поставщиктің аты жөні жазылып тұрады. Ол да алда уақытта керек. Жылдың соңында шығарып тығып қойсаңыздар өте жақсы. Қай поставщикпен нешінші договор отырғандарыңызды, және қанша сумма жұмсағандарыңызды, қандай тауарды алғандарыңызды суммасы барлығы нақты көрініп тұрады. Мысалы, ветоштерді біздер алдық 248 теңгеден. Бұл жаңағыдай общественный инвалидтерден сатып алдық. Ол да ндс плательщик емес. 377 теңгеден доместос сатып алдық. Яғни мен доместос деп ойнатқан жоқпын, енді басқа моющее средство деп жазып қойдым, түсінікті болу үшін доместос деп қойдым. Тетрадьтарды ойнаттық. Соның ішінде қазір ндс пен қайсысы бар екен қазір қарайық. Көптеген поставщиктер менде без ндс ұтқан екен, ндс плательщик емес. Егер поставщик плательщик ндс болса, дәл осы жерге 112-ке көбейтіп қойған екенбіз. Міне смесителде раковинаны плательщик ндс бар екен, 3048 теңгеге ұтып алған. Біздер КГД Гофпен қарадық сайттан, ндс төлейтін болып шықты. ндс 3414 теңге, оны 20-ға көбейткен кезде 68278 теңге ойнатылды. Яғни келісім шарты жасалды. Дәл осылай ең соңына келген кезде барлық сол ндс мен сумма, кейбірлер ндс төлемесе де жазып қойды қасына. Мысалы, 1.1826.1826, оны 18.260, ал мына жерде 300.160 бұл ндс мен. Сол барлық кететін суммаларды қосып, дәл осылай міне Excelге салып қойдық. Ол қарасаңыздар, басынан бастап бүткіл сумма қосылып тұр. Именно 149-дан. Әлі де тағы алынбаған тауарлар бар. Бізде 149 бойынша 7.805 мың теңге бөлінген. Әзірге 4.565 мың экономия болып тұр.
Біздер негізі 5 миллионның шамасына ойнаттық, бірақ 1.800.000 көлемінде экономия болып тұр. Дәл солай 158 бойынша парустар, 1С барлығын ойнаттық. Біздер 158 специфика бойынша 4.287.000 теңге бөлінген план финансиринде. Ал біз қазіргі таңда 2.251.536 теңгеге келісім шартқа отырдық. Бұл алдағы уақытта Blend тағы бір деңгейлер шықпауы мүмкін. Соған бұл 2.035.464 теңге экономия қажет. Мүмкін алдағы уақытта оны басқа спецификаға өзгертуіміз де мүмкін. Сөйлетуін специфика бойынша видеонаблюдение, заправка картridж, пожарная сигнализация, ГРПШ бәрін ойнаттық. Кейбір объявлениелердің итоғы шыққан жоқ, оны күтіп отырмыз. Екінші рет, үшінші рет ойнаттық. Планға салып ценасын көбейтіп қайтадан ойнаттық дегендей. Оның да суммасы 26 миллион бізге берілді. 159 специфика бойынша әзірге 13 миллионға келісім шарт жасалды. Келісім шарт болғанда планға салдық. Кейбірлері әлі итог шыққан жоқ десек болады. Бұдан да бізге 13 миллион экономия болып тұр. Ал осының ішінде кейбір тауарлар шуруповерт, пилесос деген сияқтылар 414-тен өтетін болғасын 414-ке салдық. Бұлар ең басында бізге завхоз 149-дан список берген. Утюг, дрель, дорожка дегендер. Енді дорожка бізге сатып алған жоқ па, жалпы бұл салып қойдым. Негізі бізге дорожкалар қажет емес. Дәл осылай берілген сумманы есептеп отырасыздар. Бізге 414 бойынша 19.885.000, оның 10 миллионына пока что планға салып қойдық. Егер қате болса дәл осылай түзеп қоясыздар. Бізде 10.643.000 теңгеге есептеулі тұр. 80.000 теңге шуруповерт ойнатқанмен ол ұтқан адам дәл сол 80.000 теңге ұтуы мүмкін, бірақ ол плательщик болса 89.600 теңгеге кетеді. Ал егер ол плательщик НДС болмаса, дәл 80.000 теңге болады да 9.600 теңге экономия болады. Дәл солай пока что НДС мен жазып қойдық. Біздер ойнатқанда без НДС ойнатамыз. Сондықтан үстіндегі НДСін қосып есептеп расчеттаймыз. Назарларыңызға көп рахмет.